Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі көңіл-күйлеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Бүгін бізде күшті челлендж аты 24 сағат 5 теңге немесе 1000 теңгемен өмір сүреміз. Міне, менің бір қолымда екі қағаз тұр. Сонда араластырып, қазір біреуін таңдайтын болам. Так, мен қағаз алдым. Вау, 1000 теңге түсті. Хорошо, что 5 теңге түскен жоқ. 5 теңге түссе, точно папа болады. Енді екінші қағазды ашайық. Бұл жерде 5 теңге. Мен 1000 теңгемді алдым. Енді 500 теңге отырсам, вообще ештеңеге жетпейтін сияқты. Хорошо, что 1000 теңге алдым. Енді бүгін 24 сағат осы 1000 теңгемен жейтін боламын. Не зат екен білмеймін. Кеттік. Менің 130 теңге кетті. Менің бағасы 133. Мен мынандай Ханибо деген мармелад алдым. Мен кішкентайын алдым. Мен больницадан біреу алдым. Бұл 119 теңге тұрады. Совсем аз. Мен ротын алдым, бағасы 95 теңге тұрады. Арзан екен, я мама? Асу лимонын алдым. Бағасы 190. Мен мындай скитлс алдым. Мен мындай булочка алдым. Мен шурда кеттім қатты. Осыншама зат алдым. 1000 теңгеге осыншама зат алуға болады екен. Мен қазір таңғы асқа сумен барниді жейін деп жатырмын. Еще шоколадный екен. Мен түскі асқа ротымен суымды ішейін деп жатырмын. Сағат қазір 4 болды. Мен скитлспен мишка жейін деп жатырмын. Бұл мармелад. Қазір сағат 8, мен қазір осындай чипсы жейін деп жатырмын. Мен кешкі асымды ішейін деп жатырмын. Менің соңғы суым қалды. Енді булочкамды жейін деп жатырмын. Челленджіміз аяқталды. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көп видеолар жазатын боламыз. Сіздер комментарияға жазып кетіңіздер, соны оқып, сіздердің айтқандарыңызды
істейтін боламыз. Сау болыңыздар.